Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есім Ләззат. Біз бүгін сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін маған қант, жұмыртқа, қопсытқыш, сары май және електен өткізіп алынған ұн қажет. Ұнымызға қант пен қопсытқышты араластырып, салқын болып тұрған сары майымызды теркадан өткізіп араластыратын боламыз. Яғни біз песочный қамыр дайындаймыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымдағы барлық видеолардың рецептісі описаниеде жазылып тұр. Мінекей осылай песочный қамыр дайындайтын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін жұмыртқамызды қосып, қамырды біріктіретін боламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа холодильникке салапанға салып қоямыз. Одан соң ыдысымызды дайындап алып, оның астына пергамент қағазын төсеп, холодильниктен алған қамырымызды салып орналастырамыз. Осылайша орналастырып болғаннан кейін қолымызға вилка алып, тесттің төменгі жағын тесіп, жан жағын тегістейтін боламыз. Барлығын тегістеп болғаннан кейін тестімізді тындырып қоямыз да біз құрамына қосатын творогтарымызды дайындаймыз. Сүзбемізге жұмыртқаны, қантты және 2 ас қасық сметана қосып араластырамыз. Барлығын миксермен жақсылап араластырып аламыз да, және де осыған біз иісін дәмді қылу үшін ванилин қосатын боламыз. Тестімізға құйып болғаннан кейін 40-45 минутта тава әсел пеште пісіріп аламыз. Мінекей біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Әбден суытып алғаннан кейін жан жағын пышақпен дұрыстап кесе отырып, ыдысымыздан босатамыз. Піскеннен кейін әсел пештен бірден алып алмай, мен 2 сағатқа қойып қоямын. Содан соң осылайша ыдысынан босатамын. Енді мен сіздерге кесіп көрсететін боламын. Мінекей біздің сүзбелі бәлішіміз дайын. Өте жұмсақ, өте дәмді болады. Үйден дайындап көріңіздер.